Еліміздің 4 дүркін чемпионы Дәурен Елеусінов. Қазіргі менің енді тоқтап тұрғаным ол ақша жағынан. Демеушілер жағы енді ол күнде ашық сұрақ. Джейкобстармен, Деревянченколармен спарринг жақсы өткізіп жүрдім. Евразиядан шыққан боксерлардың бәрі іште істеу білмейді. Мысалға мен 154-ке түсуім мүмкін. Ол аптамен баруға 100 рет ойланасың. Былай өлшейсің, мысалға. Үстіңнен атып атқан сияқты көрінеді. Әуесқой бокстағы базымызда бар нәрсе. Олар сақталып қалу керек, бірақ американдықтардан үйренетін нәрсе көп. Бірақ біздер енді характер дейміз, ол мінез бар. Төбелесердің соңына дейін. Әуесқой бокс пен кәсіпқой бокстың айырмашылығы неде? Қазақтың кәсіпқой боксшылары Америкаға неге құмар? Бізде жаттығатын жер жоқ па, әлде бапкерлер базасы әлсіз бе? Армысыздар, құрметті боксер қауым. Бұл Open Ring бағдарламасы және біз бокс төңірегіндегі кез келген тақырыпта сұхбат өрбітеміз. Бүгінгі қонағымыз кәсіпқой бокста 8 жекпе-жек өткізген, соның 7-інде жеңіске жеткен, 6-ын құлатқан, 1-еуі тең түсіп қалды. Ал әуесқой бокста еліміздің 4 дүркін чемпионы Дәурен Елеусінов. Дәурен, соңғы жекпе-жегіңді мамыр айында өткіздіңіз. Жалпы Джон Джаванды 2-ші раундта құлаттыңыз, бірақ содан бері 5 ай болды. Шаршаманы көріп жүрген жоқпыз. Қашан келесі жекпе-жек? Келесі жекпе-жек енді мен өзім америкалық промоутер менеджерлермен келісіп, өзіме керек уақытта бара берем. Қазіргі менің енді тоқтап тұрғаным ол ақша жағынан болды, финансовый вопрос. Промоутер жоқ дейсіз ғой? Промоутер менде жоқ, мен өзім қазір еркін агент десек болады. Өзім бос, өзіме жекпе-жектер өткіземін. Біз естіп жатамыз, бұған дейінгі айқастарыңызда да, бұған дейін де Америкаға шығатын кезде сіз сондай бір демеушілер, промоутерлер іздегенсіз. Қайдан табасыз ақшалар, қайдан табасыз промоутер? Жоқ, менде оған дейін 2 жыл жарым бойы менде промоутер болды. Соларды мен арқылы 6 жекпе-жек өткізіп алғам. Бірақ кейін сирек кетті, арасы ұзақ болып кетті. Жарақатыңыз болды оның үстіне? Жарақаттар болды, сондай. Сосын олармен контракт үзуді шештім. Қалай енді промоутерді алып жатыр ма? Қазір енді демеушілер шығып жатыр ма? Демеушілер жағы енді ол күнде ашық сұрақ. Ал промоутерлар бар, бірақ қазір маған мына рейтинг көтеру керек болып тұр. Өзім көтеріп алсам, мысалы тағы да 1-2 жекпе-жек өткізсем, жақсырақ контракт алғым келеді. Сол мақсатпен мен өзіме жекпе-жектер өткізіп жүрмін. Әрине демеушілердің көмегімен. Бұрын енді соңғы 2 жекпе-жегіңізді, бұл айтқандай ұзақ 2 жылдық үзілістен кейін өткіздіңіз. Жарақат болды. Жарақат қазір қалай? Мазалап жүрген жоқ па ешқандай? Жоқ, қазір мазалап жүрген жоқ ештеңе. Қолдың жарақаты ғой енді ол бізде болып тұрады, ондай жағдайлар. Қазір бәрі жақсы. Дәурен, енді 8 жекпе-жек, 7-ін құлаттың. Бұл айтқанда 1-еуі ғана тең түсті, онда да отатын жекпе-жегеде. Бірақ соңғы қарсыластарыңызға қарап отырсақ, Джорнемендер бұл айтқанда қашан нағыз қарымды қарсылас келіседі? Қазір менің мақсатым, өзім жекпе-жектер өткізіп жүрген мақсатым, мен рейтингімді көтеру. Кішкене сол деңгейге көтерілу үшін жекпе-жек қажет болып тұр. Мен комиссия болады олар деген, мысалға мені бірден жоғарға лақтырмайды. Маған өзіме де қажет ол. Жекпе-жектер осы деңгейде бірінші өтіп алу керек та. Арқамда бәленбай уже жекпе-жек жатса, маған жеңіл де болады. Өзім үшін. Айтқанда Америкада әдетте Америкадағы боксшылар 30 жасқа дейін бір чемпиондық белбеуді иеленіп алады, тырысады соған. Қазір енді Дәуреннің жасы 32-де, енді қашан чемпиондық айқастарға толық дайын боласыз? Маған өзімнің бір бойларды жекпе-жектерді бастап 3-4 жекпе-жектен кейін мен уже түсіне аламын. Деңгейді қаншалықты көтеруге болады.
Ол үшін мен бір жыл бойы жекпе-жектер өткізуім керек. Тоқтамай, үзілмей кіріп кетуім керек. Оған мүмкіндік болып жатқан жоқ қой қазір. Қазір мүмкіндік болып жатқан жоқ. Қашан жағдай болады, қашан ақша болады, демеушілер табылады, сол кезде сол жекпе-жектерді өткізіп тұрамын. Енді 160-та, бұл айтқанда 160 дегеніміз біздің келімен алсақ 72-де 6 ғой. 72-де 6, иә. Головкиннің салмағы, бұл Канело Альварестің салмағы, бұл салмақта Андрейд бар, Деметриус, Билли Джо Сондерс бар, Дэниел Джейкобс, Сергей Деревянченко, Риота Мурата, мықтылар көп. Бәсекелестік көп. Қиын болмай ма? Жоқ, енді сол үшін жүрміз ғой. Біздер мен Нью-Йоркқа барған жылы бірінші әлі әуесқой деңгейде десек болады ол кезде. Қыр-сырын білмейміз. Кәсіпқой бокстың соның өзінде Джейкобстармен, Деревянченколармен спарринг жақсы өткізіп жүрдім. Өзімнің ала алмайтын шың емес, бәрінде алуға болады, бәрімен де істеуге болады, бәрі өзім сияқты адам. Геннадий Головкин, мен бастадық қой осымен. Сол жекпе-жегін көрген шығарсыз, иә? Бүкіл Қазақстан көрген шығар енді. Сізіңше не жетіспеді? Не жетіспегенде мен үшін бірінші жекпе-жекке қарағанда осы бой мен үшін кішкене жақсырақ болған сияқты болды. Неге? Өйткені Канело өзі қарымта айқасқа барды. Бірінші жекпе-жектегідей артқа кеткен жоқ. Бірақ Головкин артқа кетіп қалып жүрді. Иә, өйткені менің байқауым бойынша бізде жалпы біздің Евразиядан шыққан боксерлардың бәрі іште істеу білмейді, кішкене дистанциядан жақсы істейді. Алыс қашықтықтан жақсы істейді. Канело ішке кіріп алды дейсіз ғой? Ішке кірген жақсы көреді олар. Түсініп қойды, мысалға Манромен істеді ғой, Уилли Манромен істеді. Сол кезде Уилли Манроның бойдан кейін, жекпе-жектен кейін интервьюда айтты. Мен іште қатты істейтін боксер емеспін деді мысалға, жақын ара қашықтықта. Бірақ бір үшінші, төртінші раундтардан кейін мен түсіндім, Генаның кішкене жақын арада онша көрмейтінін түсіндім. Енді оның Гена... Соны мен өзім білем. Джейкобстың тренері бұл нәрсеге көңіл аударды. Джейкобстар да Тіпті Келл Бруктың да тренері бұған аударған сияқты, жаттықтырушысы. Келл Брук та жаман жаттықтырған жоқ қой, нокаутқа дейін. Жарақат алғанға дейін. Біздің жалпы бізге бәрі сол жақын ара қашықтықта бокс ескісі келеді. Сен мысалға жақсы шаршамай, жақсы ұрып тұрған кезде олар жақындамайды, жүріп алады. Сосын соққы өткізіп алсаң, әлде шаршап қалсаң, олар саған демалтпауға отырса. Енді әр раунд сайын 1 минутта отырсаң, шаршай бастайсың. Канело келесі жекпе-жегін 15 желтоқсанда өтетін болып шешілді. Ол екінші супер орта салмаққа ауысып жатыр, бұл айтқанда екінші орта салмаққа, иә? Қалай ойлайсыз? Головкинге де мүмкін екінші орта салмаққа ауысқан дұрыс шығар? Мүмкін, оны өздері біледі ғой, дене бітімдері қалай. Мысалға бізде бір рет өлшеуге алып барды. Специальный ваннаның ішіне жатқызады, мысалға судың ішіне жатасың. Сосын бұлшық еттің қанша килограмм екенін өлшеп береді. Сосын денеде май, артық салмақтың қанша екенін өлшеп береді. Сол кезде менде мысалға бұлшық ет 154 паундқа бокс өсіп жүрген боксшылардікімен бірдей болып шығады. Мысалға мен 154-ке түсуім мүмкін. Сол баяғыда 2-3 жыл бұрын өлшенген нәрсе, оны қазір қалай болып жатқанын білмеймін. Енді қазір одан бері көп нәрсе өзгерген жоқ шығар енді. Бірақ енді әркімнің негізі өзінің жақсы результат бере алатын салмақтар болады. Мысалға Мұхаммед Али супер ауыр салмақта бокс істеді, мысалға өзін жақсы сезетін салмағы 93 пен 96-ның ортасы болған. Сол салмақ қуатын. Сол сияқты, ол супер жүзу қанша салмақ болса да бола бере алады ғой мысалға, бірақ өзін жақсы сезінетін салмағына түсіретін болған. Қалай ойлайсыз, үшінші жекпе-жек бола ма осылардың арасында, Альварес пен Головкиннің арасында? Ол бизнес жағынан
қызықты болса мүмкін болуы мүмкін. Бірақ қазір енді бұлар өздері енді білесіз ғой, трэш-токинг дейді, хайп дейді, өздері қызықты қылып адамдарға қызықты жасаса, мүмкін қызық болса, ол сатылатын нәрсе екені көрініп тұрса, ол кезде үшінші жекпе-жек болып қалуы мүмкін. Бәрі ақшаға байланысты, бәрі пайдаға байланысты, екеуінің танымалдығына байланысты. Енді сіз орта салмақта суперзвезда болып тұрған, енді жұлдыз болып тұрған екеуі ғой қазір дәл уақытта. Дәурен, енді жаңағы тақырыпқа қайтадан, бізде неге қазақ боксшылары Америкаға асуға құмар? Бізде бапкерлер базасы әлсіз бе, әлде жатқатын жер жоқ па? Өзіңіз енді айтқанда промоутер жоқ дейсіз, басқа жоқ, бірақ Америкаға кетуді сізде қалайсыз, рас қой? Әрине, ол кесілеп айтады ғой енді бокстың. Екіншіден, кәсіпқой бокс бәленбай жылдан бері сол жақта. Шеберлерді сол жақта. Енді бапкерлік жағынан алатын болсақ, әуесқой бокстың айырмашылығы бар. 3 раунд. Басқаша қолғап. Анда жұқа. Ұрған кезде әр соққын сезесің. Біздің әуесқойда бокстағы перчаткалармен мысалы көп анау-мынау түрлерге қарамай бара бересің, қорықпайсың. Ол жақтағы қолғаптармен баруға 100 рет ойланасың, былай өлшейсің, мысалға үстіңнен атып атқан сияқты көрінеді да. Бапкерлер ше, бізде қалай бапкерлер? Біздің бапкерлер қалай? Енді өзіңіздің әкеңіз енді соңғы кездері кәсіпқой боксқа кішкене бет бұрып жүрді, Данияр жаттықтырып, өзіңіз жаттықтырып, жалпы бапкерлердің деңгейі қалай бізде? Нағыз кәсіпқой боксқа бейімделген бапкерлер қаншалықты көп? Қаншалықты бейімделген дегенмен, ол жақта чемпионский бойларға шығарып жатқан тренерлер жоқ қой әлі. База бәрі сол жақта болып тұр да. Солардан бәрі үйренетін нәрсе көп болып тұр. Біздер мысалы ар жаққа барсақ та, біздер өзінің тренеріңді қалдырғанның өзінде мысалы сен тағы да специалистер жалдайсың. Өйткені ол өзінен теңізге шыққан сияқты. Бөлек бокс ауыстырып тұрған бұл жерде дистанциясы раундтан көп болып тұрғаны, сосын қолғаптың бөлек болып тұрған. Жұқа. Ол бет сақтауға, адам денсаулығын сақтауға арналмаған қолғап, қол сақтауға арналған деп айтсақ болады. Бұнымен жойқын соққылар соғуға болатын қолғаптар. Енді осы жақта жаттықтырып жүрсіз, Америкада жаттығуын көрдіңіз. Бұл айтқанда не айырмасы бар? Сіз осында күнделікті жаттығудан, ол жақтағы жаттығу қаншалықты бөлек? Ол жақта енді сізден тек қана енді бір ғана бапкер емес қой. Қасыңызда диетолог болады, қасыңызда жаңағы физикалық жаттықтырушы болады, қасыңызда техникаға көңіл бөлетін жаттықтырушы болады. Осының барлығын бақылап отыратын тағы бір бапкер болады. Қаншалықты бөлек дүние ол жақта? Бұл енді оларда көп уақыттан бері кәсіпқой бокс көп уақыттан бері бар. Ішкі сырларын көп біледі. Мысалға біздер 3 раундтан артық дайындай алмаймыз бапкерлерді, боксшыларды. 3 раунд қалай бокс өсіп тұру керек, 3 раундта қаншама ұпай жинап ұтып кету керек, біздер оны білеміз. Ал ол жақта 12 раунд, 10 раунд, 8 раунд, ол кезде күшіңді үнемдеп істеуді үйрену керек. Біздер басында ұрып алып, сосын шаршап қалып жатасың, или болса жақын арақашықтықта дәрежеміз аздап оларға қарағанда төмендеу болып жатады. Енді дистанциядан жақсы істейміз. Алыс арақашықтықтан жақсы істейміз. Ол біздің әуесқой бокстағы базамызда бар нәрсе. Олар сақталып қалу керек, бірақ американдықтардан үйренетін нәрсе көп іште, жақын арақашықтықта істеп үйрену. Ол сен дистанциядан жақсы ұратын болсаң, міндетті түрде жақын арақашықтықта үйрену керек деген сөз емес, ол өзіңдікін сақтап қалу керексің. Бірақ банағыдай көп ұзақ жекпе-жек болған кезде сен бәрібір қаша бермейсің, арасы қалып тұрасың. Сол жерде паника болмау керек.
жеңіл қорғанып шығып кете алатындай деңгейің болу керек. Жаңа шаршап қалу жайлы айтып жатсыз ғой. Енді 8 жекпе-жек өткіздіңіз. Сездіңіз бе осылардың біреуінде шаршап қалып жатқаныңызды соңына қарай? Жоқ, шаршайсың ғой, бірақ мысалға мынандай болады. Жүгіру жағынан жақсы, бәрі нормально, жүгірдің, шаршамадың. Бірақ физикалық тұрғыда күш жоғалып жатады, ондай болады. Бірақ біздер енді характер дейміз ғой, бізде мінез бар. Төгілсе соңына дейін. Соңғы кездері Астанада да, Алматыда да жаттығатын залдар ашылып жатыр. Бапкерлер азы көпті пайда болып жатыр, бірақ спарринг қарсыластар жоқ қой. Ол жақта енді спаррингтен ешқандай проблема жоқ. Иә, ол жақта проблема жоқ. Сосын мына жақта да проблема жоқ, боксер көп. Бірақ саған тәжірибе бере алатын, бірдеме бере алатын боксерлар ол жағынан аз болады. Өйткені бізде әуесқой бокс жағы бәрі сол неге байланысты. Бағытталған. Әуесқой боксқа бағытталғаннан кейін сен өзіңе керек партнер таба алмайсың. Әуесқой бокстан кәсіпқой боксқа ауысқаннан кейін енді қаншалықты түсіндіңіз? Бізде Қазақстанда кәсіпқой бокс қаншалықты дамыған екен? 0 деңгейінде ме, әлде одан сәл жоғарымыз ба? Жоқ, қазір дамып келе жатыр. Бізге де ертең жас тренерлер өздері үшін көп үйреніп жатқанын байқап жатырмын. Бәрі ана жақтан білімдер жайлап әкеліп жатыр. Барып қайтып жатыр, боксерлар бір нәрсе үйреніп келіп жатыр, оның бәрі біздің залдарға көшіп жатыр. Дәурен, сұхбатқа көп рахмет. Тек қана алдағы уақытта жақсы промоутер тауып, жақсы жеңіс тауып, Америкада кезекті жеңістерге жетеді деп сенемін. Рахмет сізге де.